Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін сәуірдің 14-і, аптаның 2-ші күні, сейсенбі, вторник. Сабағымызды бастамас бұрын суретке назар аударамыз. Обратите внимание на картинки. Суреттен не көріп тұрмыз? Дұрыс, балалар, гүлдер. Правильно. Что это за цветок? Какой это цветок? Сегодня будем это проходить. Пишем дату и тему. Дәптерге жазамыз. Сәуірдің 14-і. Сейсенбі. Бұл қандай гүл? Сабағымызды көркем жазумен бастаймыз. Ш әрпі. Ш. Шана. Раушан. Бәйшешек. Шаш. Видеоны паузаға қойып, дәптерімізге жазып аламыз. Жазып болдық па, балалар? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қарапайым фразалардың мағынасын түсіну және сюжетті сурет бойынша сөйлеу. Сабағымыздың жаңа сөздерімен сурет арқылы танысайық. Бұл қызғалдақ. Қызғалдақ. Раушан. Раушан. Бәйшешек. Бәйшешек. Маған. Маған. Саған. Саған. Ұнайды. Ұнайды. Жарайсыңдар, балалар. Өте тамаша айтып шықтыңдар. Енді, балалар, сабағымыздың жаңа сөздерін дәптерге жазамыз. Қызғалдақ, тюльпан. Раушан, роза. Бәйшешек, подснежник. Маған, мне. Саған, тебе. Оған, ему, ей. Ұнайды, нравится. Қандай, какой. Видеоны паузаға қойып, дәптерге жазамыз. Жарайсыңдар, балалар. Тыңда, қайтала, оқы. Сначала, ребята, слушаем, потом повторяем, и потом сами читаете. Саған, Әлібек, саған қандай гүл ұнайды? Маған раушан ұнайды. Анель, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Қайтадан оқимын. Саған қандай гүл ұнайды? Маған раушан ұнайды. Анель, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Енді қайталаймыз. Саған қандай гүл ұнайды? Маған раушан ұнайды. Анель, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша айтып шықтыңдар. Балалар, осы диалогты өзіміз оқимыз. Сами читаем.
Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечайте на вопросы. Бірінші сұрақ. Әліпбекке қандай гүл ұнайды? Пишем полный ответ. Толық жауап береміз. Екінші сұрақ. Анельге қандай гүл ұнайды? Үшінші сұрақ. Сашаға қандай гүл ұнайды? Төртінші сұрақ. Саған қандай гүл ұнайды? Вам какие цветы нравятся? Екінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Маған какой это цветок? Дұрыс, бәйшешек ұнайды. Остальное сами пишем. Қалғанын өзіміз жазамыз. Үйге тапсырма. Видеороликтегі барлық тапсырмаларды орындап, маған жібер. Выполните все задания и отправьте мне на WhatsApp в течение дня. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.